Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін үй жағдайында бет күтімін жасап, дене бітімінің әдемі болып жүру үшін 5 кеңес айтамыз. Бірінші кеңес: күнде таңертең аш қарынға бір ас қасық сығыр дәнін жеп тұрыңыз. Жақсылап шайнап, жылы сумен ішіңіз. Бұдан соң жарты сағаттан кейін ғана тамақтануға болады. Сығыр дәні ағзаны тазартады. Нәтижесінде бет теріс тегістеліп жаңарады. Арықтағаныңызды да байқайсыз. Сонымен қатар шаш пен тырнақты да мықты етеді. Екінші кеңес: күнде қайнаған қызылшадан салат жасап жеңіз. Оның түскі немесе кешкі асқа жеуге болады. Қызылша қанды тазартатын тамаша азық. Қан тазалығының сыртқы келбетке тікелей әсері бар. Сондықтан терінің қалпы мен ішкі органдардың жұмысына әсер етеді. Үшінші кеңесіміз: ұйықтауға 1 сағат қалғанда бетке глицерин мен Е дәруменінің қоспасын жағыңыз. Глицеринді араластырып бетке жағудың алдында теріні жақсылап тазартыңыз. Жұмсақ щеткамен бетті уқалап қызартыңыз. Сонда жасушалар қоспаны өзіне түгелдей сіңіріп алады. Күнде таңертең бетіңіз жылтырап, ағарып, ылғалданып тұрғанын байқайтын боласыз. Әжім де жазылып, беттің өңі жақсарып, түсі бір тегіс болады. Төртінші кеңесіңіз: тамақтану алдында 50 грамм жаңғақ жеуге әдеттеніңіз. Өзіңізге ұнамды кез келген түрін таңдауға болады. Миндаль, грех, орехтерді. 2 аптадан соң шаш пен тырнақты мықты болғанын байқайсыз. Әр ағзаға да пайдалы. Бесінші кеңесіміз: құрғақ қышаға өсімдік не ошаған майын қосып маска дайындаңыз. Ылғал шашқа жағып жарты сағаттан кейін жуып тастаңыз. Мұның аптасына 3 рет қайталауға болады. Ақпарат ұнаса каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.